конкурстың мақсаты бірінші курс студенттерінің анатомия пәнінен білім деңгейлерін анықтай отырып, арнайы пәндерге бағыт-бағдар беру. Конкурсқа қатысушыларымыз бірінші Алимахаматова Диана, Абубакиров Ерасыл, Халиктаева Ясмина Бану және Қалаш Бағдаулет. Конкурсымыздың әділқазы алқаларымен танысып өтейік. Анатомия пәнінің мұғалімі Исаева Сәрсенкүл Иргабековна, фармация кафедрасының меңгерушісі Кенжебаева Жанар Мекенбаевна және әдістемелік орталықтың меңгерушісі Ермағамбетова Халифа Фахреддинқызы. Конкурсымыз 3 турдан тұрады. Бірінші тур латын тілін қалай меңгергенбіз. Екінші тур жоқ мүшені табыңыз. Үшінші тур уақытқа торыстағы мүшелерді жинаңыз. Яғни сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Сол 3 минут уақыт ішінде торыстағы мүшелерді жинап, орын-орнына қоясыздар. Конкурстың бағалау әдісімен танысып өтетін болса, конкурсты пайыздық бағамен бағалайсыздар. Конкурс аяқталған соң жеңімпаздарға ең үздік орын және бірінші, екінші, үшінші орындар беріледі. Конкурсымыздың шарттары түсінікті болса, конкурсымызды бастайық. Бірінші тур латын тілін қалай меңгергенбіз. Яғни бірінші турдың шарттарын айтып кетейін сіздерге. Медицина тілі латын тілі болғандықтан сіздерге қазақ тілінде сөз беріледі. Оны орыс және латын тілінде аударып, одан кейін оның анатомия-физиологиялық қызметін айтып шығасыздар. Конкурсымыздың бірінші болып бастайтын Алимахаматова Диана. Менде өкпе мүшесі. Өкпе қазақша аталымы, орысша аталымы легкий, ал латынша аталымы пульмовый деп аталады. Яғни, осы айтып болғаннан кейін жаңағыдай балдарын қойып, яғни процент бойынша бағасын бересіздер. Енді анатомия-физиологиялық қызметін айтып түсіндір, яғни өкпе қандай қызмет атқарады? Өкпе адаммен мынау өкпе болады, яғни өкпе адамдар мен жануарлардың тыныс алу мүшесі. Өкпенің сыртқы көрінісі конус тәрізді болып келеді. Және ересек адамдарда өкпеде 700 миллионнан астам көпіршіктер сияды. Көпіршіктер тыныс алу мүшесіне фотосинтез қызметіне көмектеседі, зат алмасу қызметіне көмектеседі. Қол жинаймыз. Және сол жақ бөлігі 2 бөліктен тұрады, және оң жақ 3 бөліктен тұрады. Сол жағында жоғары және төменгі болса, ал оң жағында 3 бөліктен жоғары, ортаңғы және төменгі болады. Болдыңыз ғой? Алимахатова Диананы бағалап жіберсеңіздер. Екінші болып бізде Абубакиров Ерасыл. Жүрек қазақша тілінде жүрек, орысша сердце, латын тілінде кор айтылады. Жүрек қуыс бұлшық етті мүше, ол ересек адамдарда 250-300 грамм салмақ алады. Ол кеуденің сол жақ бөлшегінде орналасады. Оның дәнекер тканінен түзілген қабаты сырт қабаты қаптап тұрады. Жүрек етіне қозғыштық, өткізгіштік, жиырғыштық, автоматия және де рефракторлық қасиеттер тән. Халиктаева Ясмина Бану. Ясмина Бану ортаға шыға ғой. Бүйрек. Бүйрек, қазақша бүйрек, орысша печень, латынша
орысша почка, латынша рен деп аталады. Бүйректің атқаратын қызметтері, бүйрек адам ағзасында келесі Қалаш Бағдәулет. Бағдәулет ортағышы қалаған бір қағазыңды ала қой. Бауыр. Яғни бауырды латынша, орысша айтып түсіндір, одан кейін қызметін айтып кет. Бауыр орысша печень, латынша эсер болады. Бауыр дегеніміз ол Айта ғой, қызметі бауырдың. Бауырдың қызметі ол екі бөлікке бөлінеді, оң жақ және сол жақ болып. Оң жақ бөлігі тағы да екі бөлікке бөлінеді. Егер де нақты жауабың болмаса, оны айта ғой. Оң жағындағы екі бөлікке бөлінеді тағы. Шаршы тәрізді және құйрықты болып бөлінеді. Оның қызметі зиянды заттарды залалсыздандыру. Болыңыздар. Яғни бірінші турымызды бағалап жіберсеңіздер, Әділғазы алталары. Бірінші болып конкурсымызды бастаған Али Махатова Диана қойған бағаларын айтып шықса. Біріншіден Диана түсіндірді, мен оған 85% қойдым, яғни 4 деген балл. Неге десеңіздер жауап берейін. Енді менде химик болғанмен жартылай медицинаның әжептеуір меңгерген адамын, сол себепті сіз бірінші очередь фотосинтез процесі өкпеде жүреді. Өкпеде фотосинтез процесі жүрмейді, ол өсімдіктерде жүреді. Зат алмасу процестері өкпеде оттектің бөлінуі, көмірқышқыл газының, сол газдар шығарылады ғой, сондықтан сіз осы жерінен қате кеттіңіз, сол себептен 85% қойдым. Түсіндіргеніміз қалғаны дұрыс. Екінші жауап берген Ерасылға мен 90% қойдым, сәл мөлдірді, жақсы бағалдар. Ясмина Бану, яғни сіз біріншіден орысшасын дұрыс жауап бермедіңіз, кейін толық айттыңыз, бірақ толық тақырыбыңызды толық жауап берген жоқсыз. Қалаш Бағдәулетті сәл мөлдірді, мен оған 65% қойдым. Неге десеңіздер, бұл жігітте толық жауап берген жоқ. Рахмет. Ясмина Бану бағасы? Ясмина ханымыз 60%. 60, Бағдәулет 65, Ерасыл 90, Диана 85. 85. Сәрсен күнері Бабекова. Бағаңыз айтып. Диана қызымызға 85 ұпай қойдым. Ерасылға 70%. Ясмин қызымызға 65 ұпай қойдым. Бағдәулетке 65 ұпай. Рахмет. Ханифа Фахриденқызы. Дианаға 85%, Ерасылға 95%, Ясмина Бануға 80%, Бағдәулетке 80%. Рахмет. Ал енді екінші турымызды бастайық. Екінші турымыз жоқ мүшені табыңыз. Яғни сіздерде торыстағы мүшелер түгелмен алдарыңызға беріледі. Сол мүшелердің атын атай отырып, жаңағыдай алдарыңызға жазасыздар. Одан кейін сол торыстағы жоқ мүшелердің атын атап бересіздер. Яғни қандай мүше жоқ екенін айтасыздар. Конкурсымыз түсінікті ғой, яғни екінші турымыз. Ол үшін сіздерге жаңағыдай арнайы уақыт бөлінеді. Яғни
торыстағы мүшелерді толығымен алдарыңызға қойыңыздар да атап шықыңыздар. Бірінші болып конкурсымызды бастайтын Аймақалпа Диана. Бірінші бөлікте тұрған ол өкпе. Сосын жүрек бөлік мүшесі. Яғни өкпе 4 бөліктен тұрады. Көкет мүшесі болады. Бізде бауыр, асқазан, аш-ішек пен тоқ ішек бөлімдері. Мына жерде асқазан мен бүйрек. Яғни Алима Хаматова Диана жаңа торыстағы мүшелердің бәрін атын атап көрсетті. Тоқ мүшені айтып бересіз. Өкпе, жүрек. Асықпаймыз, қобалжымаймыз. Атын айтып. Өкпе, көкет, Даусыңды шығара қойыңыз. бауыр, асқазан, аш-ішек, тоқ ішек, бүйрек және асқазан. Үшінші болып Халикаева Ясмина Бану. Өкпе. Дауыстарыңыз қаттырақ шығарып. Өкпе, жүрек, Даусыңызды шығарсаңыз Ясмина Бану, өйткені мына жаққа даусыңыз естіліп жатқан жоқ. бүйрек, көкет, асқазан, аш-ішек пен тоқ ішек. Мынада өкпе. Ташолпан. Және соңғы қатысушымыз Қалаш Бағдаулет. Бағдаулет, жаңағыдай барлық мүшелерді қатымызға жинаймыз. Яғни атын атап қоямыз. Қаттырақ дауыстарыңызды шығарсаңыздар. Жүрек. Көкет. Бауыр. Асқазан. Аш-ішек, тоқ ішек. Бүйрек және асқазан. Жүрек. Тоқ және несі бар? Көрдіңіз ғой, өте аз уақыт беріледі. Яғни сол аз уақыт ішінде жаңа мүшелерді қарап шығыңыздар. Ерасыл, сіздер қарап шығыңыздар. Әділғазы алқалары, мына жаққа берсеңіздер.
енді арасында бір мүшені алдық, енді жоқ мүшені айтып кетеді. Диана, айта ғой. Бұл жердегі мүшелердің ішінде асқазан мүшесі жоқ екен. Асқазан мүшесі. Жоқ, мұнсызды көтеріп, мына жаққа алып келіңіз, айтып қазылады. Бұлай болмаса, бұлай көрсетсін. Айтып көрсетсін. Жарайсың, Диана. Ерасыл, отаға шықсаң, мүшелердің бәрін Әділғазы алқаларына алдыма апаға. Бауыр мүшесі жоқ дейді Ерасыл. Ясмина Бану. Жүрек мүшесі жоқ. Және соңғы қатысушымыз Бағдәулет. Алдын сол жағын тұршы. Сол жағы өтпейміз ғой? Алдын. Не жақ дейсің? Алдын сол жағын өтпей. Төрттен тұрады деп Рахмет. Әділғазы алқалар, өздеріңіздің бағаларыңызды беріп жіберсеңіздер қатысушыларымызға. Бірінші болып, Али Махаматова Диана бағасын. Енді бұл жерде Сәрсенбіл апай айтып кетіп еді, мен айта берейін. Бұл жерде жаңа менің бір түсінбеген нәрсем. Сіздер мен жерде сұрақ қойдыңыз, торыстағы мүшелер дедіңіз да? Торыстағы мүшелер ме, жоқ да жалпы мына іште ағзадағы мүшелерді бұлар көрсету керек пе? Ішкі ағза. Ішкі торсықты айтпау керек. Сіздер торс деген, оказывается, грудное мүшеге жатады екен, өкпе жақтағы. Ондай жағдайда болатын болса, сұрақ дұрыс қойылмаған сияқты, себебі оған уже ішек жатпайды ғой, бауыр жатпайды ғой. Не бар бұл жерде? Бүйрек жатпайды мысалы да. Ал ішкі ағзадағы мүшелер деп сұрақты сәл дұрыстап қою керек еді ау деп ойлаймын. Ол кезде оқушылардың, студенттердің 4 студенті бұл тапсырманы өте жақсы орындады. Екіншісінде жаңағы орындап жатқан тапсырмалар жоқ мүшелерді бұлар нақты көрсетті. Бірақ бұндан айтып кетейін деп едім. Барлығы каким-то образом 2 асқазан бар деп айтты. Диананыкін дұрыс мән бере алмай қалдым. Диана дұрыс айтты ма, бірақ дұрыс айтпаған сияқты. Неге десеңіздер? Сіздерде мынау неге жатады? Мынаны бүйрек дедіңіздер, дұрыс па? Мынаны асқазан деп, 2-ші асқазан деп кетті. Барлығы осын айтты. Ұйқы безі дегенді айтылған жоқ. Ұйқы безі деген сөз қолданылған жоқ. Көрдіңіздер ма? Значит, осы 4 қатысып отқан жаңағы нелер дейміз, студенттерге мынау сіздерде осы жерден қателік жібердіңіздер. Бүйректі айттыңыздар дұрыс, ал мынау неге келгеніңізде ұйқы безін дұрыс айтқан жоқсыздар. 2-ші асқазан дедіңіздер барлықтарыңыз, тағы асқазан дедіңіздер. Сонымен сұрақ қойдым, 2 асқазан бар ма, не бізде вроде 1 асқазан деп анатомик апайдан сұрақ қойдым. Түсіндіңіздер, иә? Енді сонда байқайтын болсаңыздар, барлығы бір деңгейде жауап берді, сондықтан мен 4-еуіне де 85 деген баға қоямын. Рахмет. Сәрсенбіл Ербарбековна, өз бағаңызды айтып өтсеңіз. Жаңағы апайымыздың айтып кеткені бәрі дұрыс. Жаңағы бірінші неде дұрыс қойылмаған сұрақ. Ол жаңағы ішкі ағзалар деп айту керек еді. Ішкі ағзаларға кіретін ағзалар деп. Ал енді мынау асқазанды бір айтты, екінші асқазан, жаңағы ұйқы безін асқазан деп айтты. Міне сол қателігі, ал қалғандарының бәрі дұрыс. Бағасы, Диананың бағасы 90, Ерасыл 90, Ясмина 85 и Бағдәулет 85. Ханифа Қақбедеңізі, сізде өз бағаңызды айтып жүрсеңіз? Барлық 4 оқушыларға да мен 86 деген баға қоямын. Яғни барлығына 1-86 баға қойылды. Рахмет. Ал енді соңғы турымыз, яғни 3-ші турымызды бастайық. 3-ші турымыз, яғни ағзадағы мүшелерді орын-орнына қойып жинаңыз. Яғни жаңа мүшелердің бәрін шығарды ғой, енді барлығын орын-орнына қоясыздар. Сіздерге
белгілі уақыт беріледі, яғни 3 минут уақыт беріледі. Сол 3 минут уақыт ішінде жаңағы ағзадағы мүшелердің барлығын орнына қойып шығасыздар. Төртеуіңізге де бір уақыт, яғни 3 минут беріледі. Яғни сол 3 минут ішінде жаңағы мүшелердің бәрін орнына қойып жинап шығамыз. Ясмин Абану, шыға ғой. Диана. Болғаннан кейін міндетті түрде болдым деп айтасыздар. Жарай ма? Бастаймыз. Уақыт кетті. Бірінші болып бізде Бағдаулет бітті. Диана, Ясмин Абану үшінші болып. Ерасыл, сіз? Уақытымыз бар, 3 минутқа дейін уақытымыз бар. Қалайым? 3 минут уақытыңыз бар, ойланыңыз, әлі де қойып шығуыңызға болады. Әрекет жасап көрсеңіз. Бір жарым минут уақытыңыз бар. 1,5 минут ішінде сіз қойып шығасыз деген үміттеміз. Бізде Ерасылға Бағдаулет көмекке барды. Жігіттерді көреміз енді, қыздарға қарағанда. Кәне жылдан тұтамыз. 1 минутымыз қалды. Яғни бұл бізде кішігірім бір-біріне поддержка етеді деп аталады. Яғни жәрдем. Қане. Небәрі 40 секунд. 40 секундта үлгерсеңіз. Жігіттеріңізге қарағанда қыздарыңыз пісіп болды ғой бізде. 20 секундта қалды. Қалды ғой. Асықпаймыз. Уақыт бітті бізде. Рахмет көп сіздерге қатысушылар. Ал енді конкурсымыздың соңғы туры аяқталды. Бағасын қойып, және де қорытынды бағаны шығарып жіберсеңіздер әділғасы алқалары. Бағдаулеттің бағасын? Бағдаулеттің бағасы 95%, Ясмин Абану 90%, Ерасыл 90%, кешіріңіз, керісінше. Ерасыл 50%, Диана 90%. Ясмин Абануды? 90%. 90%. Екінші болып біткен бізде Диана болды, е? Сәрсен Күлапай, бағаңызды жүрсеңіз. Дианаға негізден бәрі қыздарды, балдарды жақсы орналастырды. Ішкі ағзалардың бәрі
бірақ та солардың ішінде Ерасыл сәл нағып қалды. Оған көмекке жаңағы Бағдаулет келді. Рахмет бұл баламызға. Енді барғаны қыздарға Бағдаулетке мен жасықпай қойдым. Олардың орын аластырғанына тез жаңағы несіне. Енді мынау баламыз Ерасылға енді 75 ұпай қойдым. 100 балды ешкім алмаған шығар конкурсқа қатысып, Ханифа Фахриденқызы. Бағдаулетке 95%, Ясмина Бануға 86%, Ерасылға 80%, Дианаға 90%. 90%. Енді осы бағаларымыздың бәрін қорытындылап, жаңағыдай ортақ балл шығарсаңыздар. Қазір көреміз, кім бас жүлдені алды, бірінші орын, екінші орын. Қайсы қатысушымызға бұйырып тұрғанын саналы уақыттарда білеміз. Жүректеріңіз дүрсілдер. Қорытынды бағаны айтып кетсеңіз. Жанар Мекенбаевна, өзіңіз айтасыз ба? Қазір мынау енді сіздердің сайыстарыңыздың қорытынды бағаларын ескертіп өтейік. Бірінші, Қалаш Бағдаулет жалпы балы 84%, Ясмина Бану 82%, Ерасыл 80%, Диана 88%. Рахмет, Жанар апай, көп. Балдарыңызды естідіңіздер ғой, шамамен біліп отқан шығарсыздар, кім жеңімпаз екенін. Енді конкурсымызды қорытындылай келе сөз кезегін анатомия пәнінің оқытушысы Истаева Сәрсенкүл Иргабековнаға сөз кезегін берсек. Сәрсенкүл апай, конкурсымызды толықтай қорытындылап, жаңағыдай өз сөзіңізді айтып кетсеңіз. Анатомия пәнінен өте жаман емес, жақсы өткізілді. Мүшелердің жаңағы орысшасы, латынша атауын айтылды. Енді кішкентай кемістіктер оның ішінде болды. Ішкі ағзаларға жаңағы кіретін ағзалардың бәрі айтылып, жақсы оны өз орнына орналастырды. Енді мынау өткен қыздарымызға осы нені конкурсты өткізген мына балдарымызға рахмет деп айтамын. Осы дайындалып, жаңағы анатомия пәнінен қандай өткен сабақтарын өз дәрежеде жеткізілді. Рахмет. Рахмет сіздерге көп. Жанар Мекенбаевна. Бірінші балаларына, студенттеріне сайысқа қатысып отырғаныңызға көп рахмет. Мен ойлаймын, бұл жер сайысқа қатысқанда өздеріңізде біраз нәрсені білдіңіздер деп ойлаймын. Анатомия деген бұл медицинаның атасы, білетін болсаңыздар, олай болатын болса, ағзаны өте жақсы білуіміз керек. Мүмкіндігінше қателеспеуге тырысуымыз керек екен. Ерасыл жинақтап үйренеміз ағзаны жылдамдыққа деп ойлаймын. Енді мен өзім бұларды сабақ берген, сондықтан бұлар мені қалай бағалайтынды беске біледі. Өздері ішінен айтып тұрған шығар, бүйтіп бағаламаса Жанар апай болмайды ғой деп тұрған шығар деп ойлаймын. Бұлар менің бағалау әдісімді, тәсілін бәрін біледі. Сондықтан жақсы. Енді кем-кетіктерімізді кішкене туралаймыз. Мына ұйымдастырып отырған оқытушылар сіздерге көп рахмет. Рахмет. Әрсебек орталықтың меңгерушісі
Ханифа Хақиденқызы, сөз соңын қорытындылап жіберсеңіз. Байқау өте қызықты өтті. Студенттер өз деңгейінде алып өтті байқауды. Сәл кемшіліктері болды, бірақ оны бір-біріне көмектесіп, өз деңгейіне көтерілді байқауда. Қатысқан оқушыларға да рахмет, ұйымдастырған адамдарға да рахмет. Бізді қазылар алқасы етіп, қазылар алқасына да үлкен рахмет. Енді сол қазір марапаттарды беріп. Иә, рахмет сіздерге де. Марапаттап жіберсеңіз, Сәрсек Бекетовна, Жанар Мекенбаевна, Жанар апайымыз айтады. Жанар Мекенбаевна. Ал енді балдар мынау әр уақытта сайыс болған кезде оның марапаты болады, дұрыс па? Орын беріледі, жүлде беріліп жатады. Сондықтан қазір біз мадақтау грамотасын берейік. Яғни берде Айчина Курсалау медициналық колледжі қараша айының 25 жұлдызында клиникалық пәндер кафедрасын ұйымдастырумен өткізген кім білгір атты анатомиялық конкурс байқауына белсене қатысып, 3-ші орынды иеленгені үшін Абдыкадыров Ерасыл марапатталынады. Жақсы, болашақта жақсы жетістікке жетіңіз. Мені грамотаңызды көрсетіңіз, және мынау сізге сый. Келесі, 2-ші орынды Халиктаева Ясмина Бану. Сіз марапатталынасыз. Бірінші кім білгір анатомия конкурс байқауына белсене қатысып, 1-ші орын иегері Бағдаулет, Қалаш Бағдаулет. Енді әр уақытта гран-при дейміз, болмаса жүлделі орын деп аталынады ғой. Яғни кім білгір атты анатомиялық конкурс байқауына белсене қатысып, жүлделі орын иегерлеген үшін Альмахатова Диана жүлделі орын иегері. Құттықтаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет, сіздерге де көп-көп. Қатысушылар, сіздерге де рахмет. Конверттеріңізді тастап жібермеңіздер. Өздеріңізге арналған арнайы сыйлығымыз бар ішінде. Ал енді конкурсымызды аяқтай отырып, жабық деп жариялаймыз конкурсымызды. Көріскенше сау саламатты болыңыздар.